Махаббат жыршысы биыл Дағыстанның халық ақыны Расул Ғамзатовтың туғанына 100 жыл. Оның өлеңдері ең әуелі қарапайымдығымен баурап алады. Заңғар ақынның шығармашылығына арналған кеш Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық кітапханада өтті. Шара барысында ақынның Сағи Жиенбаев аударған «Сары жапырақтар» өлеңі талданып, «Мы живем, чтобы оставить след» атты кітап көрмесіне библиографиялық шолу жасалды. Айда Кадыржанқызы әңгімелейді. Расул Ғамзатов мейірімділік пен адамгершіліктің жыршысы атты танымдық шарада кітапхана оқырмандары Расул Ғамзатовтың «Берегите матерей, берегите друзей, я в сотен девушек влюблен» атты өлеңдері мен Сағи Жиенбаевтың аударған «Сары жапырақтар» өлеңін оқыды. Сондай-ақ ақынның авар тіліндегі поэзиясына шолу жасалды, әндері шырқалды. Бүгін Ақтөбедегі Ақтөбе облыстық кітапханасында жиналуымыздың себебі Расул Ғамзатов ақынды білесіздер ғой, дагестандық. Сол ақынның құрметіне арналған шара. Соған бүгінгі кешке жиналғандардың арасынан сол кісінің Сағи Жиенбаевтың аударған «Сары жапырақтар» өлеңін оқуға және сонымен қоса Дагестанмен тікелей қосылып, сол жақтағы былай айтқанда Расул Ғамзатовтың бізде абайтану деген бар ғой, сол сияқты Расул Ғамзатовтың шығармашылығымен айналысатын топпен тікелей онлайн конференция жүріп жатыр. Соны бақылап, әрі өзіміздің ойымызды, өлеңдерімізді оқу үшін жастар жиналды. Сонымен қоса осы салада жүрген біраз білікті мамандар да жиналып, осында үлкен конференция өтіп жатыр. Дағыстан ақынның өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында өткен кездесуге онлайн платформада Дағыстан Республикасы Расул Ғамзатов қорының директоры Магомед Гайдарбеков, облыстық Дағыстан халықтарының Дағыстан этномәдени қоғамының төрағасы Дази Омаров қатысты. Қонақтар кеш барысында ақын жайлы әзірленген бейнероликті тамашалады. Аида Кадыржанқызы, Руслан Жұбаев, Тәулік.